Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Наполеон тортын жасаймыз. Каналымызға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараймыз. Ол үшін ыдысымызға 350 грамм ұн саламыз. Сосын ұнымызға 300 грамм май қосып, ұнға езіп, ұнтақтаймыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін ұнды осылай жерге төгіп аламыз да, майымызды араластыра береміз. Осылай майды ұнтақтап, ұнмен араластырамыз. Түйіршік болуы тиіс. Езбейміз майды, ұнтақтаймыз. Сосын ортасын ашып, ішіне бір жұмыртқамызды саламыз. Кішкене араластырып, 30 мл сүтімізді құйып, біріктіреміз. Тез-тез біріктіріп, илеу қажет емес, тек біріктіреміз. Осылай қамырымызды біріктіріп болғасын, пакетке салып, мұздатқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, осылай бірнеше бөлшектерге бөлеміз. Мен 8 бөлшекке бөлдім. Сосын осылай домалатып алып, өзімізге керегін алып қаламыз да, қалғанын мұздатқышқа қойып қоямыз. Осылай алып қалған қамырымызды столдың үстіне ұн сеуіп, осылай жазып аламыз. Қатты жұқа қылуды қажет етпейді. Илеп болған қамырымызды духовкаға 230 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған коржымызды шығарып, осылай мен қалыппен дөңгелетіп кесіп алдым. Сіздер пышақпен де кесіп алуға болады. Корждарымыз тез піседі. Қарап отыруды ұмытпаймыз. Енді кремімізді дайындаймыз. 200 грамм кремімізді мұздатып алып, миксерлейміз. Сәл қоюланғаннан кейін 3 ас қасық сгущенкамызды қосамыз. Міне креміміз дайын. Кремімізді мұздатқышқа қоя тұрамыз. Енді дайын болған корждарымызды бір-бірлеп жинай бастаймыз. Корждарымыз өте нәзік болғандықтан жайлап ақырындап жинаймыз.
кремді жағып болғаннан кейін артылып қалған корждарды үгітіп, осылай бетін әсемдейміз. Бұл торт басқа Наполеон торттарға қарағанда тез дайын болады және тоңазытқышқа қоюды талап етпейді. Дайын болғаннан кейін осылай кесіп, дастарханға беруге болады. Шайларыңыз дәмді болсын. Рецептпен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған дәмді дастархан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.